Біздер деген Орал облысы Сырым ауданы Правд совхозында қожалық аштық 12-ші жылы. Жолдасым деген үкіметтен даму кредитін алып, сол 15 бие сатып алып, бір айғырмен. Содан бір үйір қылып, жайлап бісміллә деп бастадық. Басында өзім кішкене сырқаттанып ауырып қалғам. Астма, бронхиальный астма болып, содан бәрі реклама жасап айтты ғой. Ең мыңда бір емі қымыз ішу керек деп. Сосын жолдасым айтты, қой мен онда жылқы ұстаймын. Жылқы ұстаймын да, сол қымызын ішкіземін саған деп. Содан атам ауырып қалды, өзімнің аташкім. Папасы жолдасым. Сол жаңа қымызымызды бастап, бісміллә деп әкеліп 5-6 биені қораға қамап, өзіміз расколға жайлап қолмен сауып бастадық. Басында семьямызбен, саумалын іштік, бала-шағамызбен. Өзіміздің атамыз 30 жыл бұрын қой баққан ғой, 30 жыл қой баққан малшы. Сол кезде ол өздеріне 1-2 бие ұстап, жаңа қымызын ішіп, бала-шағасымен. Өзі бұрыннан біледі екен жолдасым, жаңа бие сауған жас кезінде. Сосын енді қаланың шабысымен қойып кеттік қой, қалаға көшіп кеттік. Содан ойбай деп қайттан осы қожалық аштық. Қазір осы 12-ші жыл аштық, биыл 8-ші жыл. Содан жаңағы қымызымызды халыққа беріп, халыққа қызмет қылам деп жолдасым. Содан қазір қымызды көбейттік. Қазіргі кәсібіміз бие сау, сосын осы қымызды әкеліп халыққа тарату. Қымыздың деген ішінде 28 дәрумен бар екен. Осы денсаулыққа пайдалы. Ішіп дәмін көріңіздер. Бұл нағыз балығымыз, бір күндік қымыз. Мәне жазылып тұр ғой қымыздың дәрумен. Тиамин, рибофлавин, фолиевый биотин дәрумендері бар. Мынау деген біздер Сырым ауданы шаруа қожалық жайлау Досжан Отарғали деген кісінің қожалығы. Мен сол кісінің жолдасымын, Тапанова Тойтық Башаровна. Келген кісімізге қымызымызды ұсынып отырамыз. Қазір по городу осы 14 алтындар торговый, 2 Анвар, Жаңғырхан және тағы да уақ мынандай кішкентай продуктовый 20 шақты сеть магазинім бар. Соның бәріне қызмет қылып беріп отырып, үйден де келіп алады. Қазір біршама кісі біледі. Мынау өте денсаулыққа пайдалы. Ас қазанға неге осы жана сау болған саумалын ішеді екен. Мына после химии, после онкологии, жаңа ас қазан ашық ішін көтере алмаған, тек сүтін ғана ішіп, жас туған келіндер де ішеді, бала шағаларға да береді ғой деген сүтін. Қазіргі заманға сай мына экологически чистый продукт осы қымыз ғой. Қазір қымызға сұраныс өте көп. Халықтан бұл қымыз деген осы бәленбай ауруға шипасын береді. Өкпе ауруларына, өт ауруларына, жаңағы қазір онкологияға мыңда бір ем. Осы сүті, қымызы. Қымыз неғұрлым сапырған жақсы көрді сосын. Оны күбіге салып аштап, оны баптау керек. Қымыз ішкен кісі, қымыз сауған кісі, ішкен кісі ешқандай денсаулығынан жалы болмайды, ауырмайды, жақсы болады. Иә. Ой, қымызға деген маған келмейтін кісі жоқ, көп кісі келеді. Дегіз айтады, қымызы бар үйдің қонағы көп болады дейді. Біздің қазақ, атам қазақтар баяғыдан осы қымыз бен жылқының етін жеп өскен ғой. Соны айтады, соңға жылқы сойсаң қонағың арылмайды деп. Сол айтқан, мына қымыз сауғасын, қымыз ішкесін, менің қонағым үзілмейді, тәртінен кешкеде осы үйге кіріп, бір стакан қымыз ішіп кету үшін тона қаланың ана шетінен келеді ғой бізге деген. Тойдық, сен қымызыңа келеді, қымызың әкеш мұздай қымыздан деп. Сол қымызымыз ішіп, рақаттанып әңгімелерін айтып, сөйтіп кетеді. Істейін деген бұның мына келіп аузымызға келгенше де бұның бейнеті бар ғой енді. Бейнеттің арты зейнетте, бейнеті деген тастөбеден. Оны ауылда жаңағы қырғын өзіміздің інілеріміз бар, сіңілеріміз бар, қайнылерім бар. Барлығы қызмет қылып жатыр. Жаңағы таңертең таммен бұны жаңағы түнімен жайылады. Жайылғанда жылқы, биелер, жылқылар бәрі жайылып далаға жайылып келеді ғой. Сол айтады 45 түрлі шөптің жаңағы неше түрлі шөпті жеп келгенде жақсы, дәмді, натуральный мынандай қымыз шығады. Оны да жаңағы таңертең келіп айырады 5:30-да. Оны да жаңағы каждый ана сиыр сияқты таңертең сауып, кешке сауып шығарып салмайды. Оны деген каждый сағат жарым сайын сауады. Желіні деген құртта қандай болады жаңағы жылқыны. Тек сағат жарым сайын толады да қалады. Соны оның жаңағы бейнеті тастөбеден басында қолмен саудық. Қазір енді күштер дайынне аппаратпен сауамыз. Қазір 30-40-қа шақын бие сауып жатырық.
сол күніне 100-150 литр қымыз әкеледі. Соны бәрін күндегісін түнімен ұйықтамаймыз дегендей қызмет қылып жатыр. Отбасымызбен балам барып алып келеді, жолдасым таратады. Анам басында жаңағы сіңлілерім бар, қайындылерім бар, олар бағып отыр. Даяркім бар, ол сауады каждый полторачаса. Ол тек сауып қоя бермейсің, жаңағы құлындарын жайғайтыны бар, шөбі бар, жемі бар. Оның бәрін баптап қарау керек. Сол бүгінгі целый день сауған қымызды анда біз қорға деп кішкене қымыз алып қаламыз ғой, күндегісін күнде ащы. Соған каждый дойканы әкеліп құя береді аштып. Бірақ ол шала ашыған болады ғой енді. Сол күйінде кешкі 5-6-ларда қалаға жеткізеді. Осы қалаға жеткізгесін мен мында өзім аштықсын қосып, ана соқатын не бар, көбі бар, көбімен араластырып, сосын бәрін дайындап қоямыз. Ол өзі тұру керек 3-4 сағат. Тұрып, ашып, закваскасы жүргеннен кейін, сосын жаңағыдай оның бәрін аппаратпен айналдырып, сүзіп, бәрін баклажкаға құйып, мынандай қылып этикетке жасып, дата изготовления, бәрі штрих-кодпен кәдімгі торговый домға шығады. Соны мына халыққа келіп столға келгенше оның бейнеті де тастау еді. Сол целый процедура. Қымыз ішіңдер, денсаулыққа өте пайдалы. Мен өзімде сол қымыз ішіп, саумал ішіп, 45 жасында қызым бар, кішкентай, қырттай Әмина деген қызым. Бәрі айтады, үлкен балдарым өсіп кетті, 16 жылдан кейін сол саумал ішеміз деп жүргенде денсаулығымыз түзеліп кеткен, жолдасымыз екеуміз қайттан кішкентайлы болып, Алла тағала беріп тұрса. Сонымен қазір қызым 6-ға толады. Өзім 50-демін. Осы қымыздың арқасында қымыз ішіңіздер, өте пайдалы. Қымыз ішсе тері бұрқырай түседі, қымыз ішу керек, өте жақсы. Біздер өзіміз тамақты ішіп, асқа тойып, бешбармаққа тойып аласың ғой, майлы тамақты ішіп барған. Содан кейін тек қымыз ішкің келіп жатады. Осы қымыздың бір стакан ішсең, тек рақаттанып кетесің. Әкел. Қара терге түсіп, бабыңа келіп, күшті болып, ана бүкіл жеген майлы тамақтың бәрін қорытып жібереді ғой. Бұл қымыз деген нағыз керемет зат, білмеймін енді қалай айтатынымды. Ата-бабамыздың нәсібін кәсіпке айналдырып, жалғастырып жатырмыз. Қазіргі таңда Қазақстанның өнімін қолдайық. Осы біздің өзіміздің натуральный қымызды ішіңдер. Газированный вода, пепси, кола ішпеңдер. Ол денсаулыққа өте зиян. Мынаның бір стакан ішсең, бүкіл қаның айналып, асқазаның бәрі қорытылып, керемет болып денсаулықтарың. Әрі спортпен жүгіріп келсеңдер, вообще керемет болады. Иә, рас айтам.